Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін өте жұмсақ болып шығатын пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші жылы сүтімізді құйып аламыз. Кейін 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Татымына қарай тұз, 2 ас қасық шекер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ертілген сары майымызды да қосып жақсылап араластырамыз. 1 дана жұмыртқамызды да қосып жақсылап пенчикпен араластыратын боламыз. Ең соңынан ұнымызды қосамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Ұнды 2 бөліп қосыңыздар. Ең бірінші бөлігін қосып болғаннан кейін пенчикпен жақсылап араластырып алыңыздар. Кейін қалған ұнымызды қосып жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп болды. Көріп тұрғандарыңыздай алақанға жабыспайды. Енді пакетке салып, бөлме температурасына 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырдың көтерілгенін күтетін боламыз. Міне қамырымыз 2 есе ұлғайып, әдемі болып көтеріліп шықты. Енді кішкене ұн сеуіп, қалыңдау қылып жаятын боламыз. Ал енді пончиктің формасын жасаймыз. Сол үшін бізге пиала және баклажканың қақпағы керек болады. Барлығын кесіп болғаннан кейін бөлме температурасына қойып, бетін матамен жауып, жарты сағаттай қамыр көтерілгенін күтетін боламыз. Міне біздің пончиктеріміз әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қызып тұрған майда ең баяу отта пісіретін боламыз. Сол кезде пончиктің арасы толыққанды әдемі болып пісіп шығады. Пончиктердің 2 бетін қызартып болғаннан кейін қағаз сүлгіге орналастырамыз. Толыққанды суығаннан кейін барып, бетіне шоколад немесе сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар болады. Міне біздің пончиктеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Енді бетін әрлеуді өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мен Қазақстан шоколадын кішкене ертіп, кейін бетін дәл осылай әдемілеп шықтым. Ол жағы сіздің фантазияңызға қарай. Міне сонымен біздің пончиктеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Іші толыққанды пісіп, өте жұмсақ болып шықты. Балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.